Сәлеметсіңдер ме балалар, каналыма қош келдіңдер. Видеомен таныспас бұрын каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басыңыздар. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз көру мүшесінің құрылысы мен гигиенасы деп аталады. Ең бірінші сабақты бастамас бұрын мына жердегі берілген суретті дәптерлеріңізге анықтап салып алыңыздар. Өйткені біз бұл тақырыпты егер суретті салмасақ, яғни сіздерге ол түсініксіз болады. Суретпен оқу арқылы, көру арқылы есімізде сақтаймыз. Мен енді бірінші суретпен таныстыра кетейін, егер сіздерге көрінбей жатқан жағдай болса, бірақ көрінеді деген ойдамын. Сонда да қайталап кетейін. Ең бірінші астынан бастаймыз. Шыны тәрізді дене қызылмен белгіленіп тұр, яғни көздің құрылысы. Жалпы айтып шығамын, одан кейін жеке бөліктеріне тоқталамын. Екіншісі көз бұршақтан, үшіншісі алдыңғы камерадан, төртіншісі қарашықтан, бесінші нұрлы қабықтан, алтыншысы қасаң қабықтан, жетіншісі байламдардан, сегізіншісі кірпік бұлшық етінен, тоғызыншысы ақ қабықтан, оныншысы тамырлы қабықтан, 11 торлы қабықтан, 12 сары дақтан, 13 көру жүйкесінен және 14 соқыр дақтан тұрады. Енді осы суреттерді дәптерлеріңізге салып алыңыздар, немесе 8-ші сыныптың оқулығы болса, содағы суреттерді салып алуларыңызға болады. Олай болса, сабағымызды бастайық. Адам қоршаған ортаны сезім мүшелері арқылы қабылдайды. Олар көз, көру мүшесі, есту мүшесі құлақ, иіс сезу мүшесі, яғни тіл, мұрын, кешіріңіздер, дәм сезу мүшесі тіл және сипап сезу мүшесі ол тері. Осы анализатор арқылы қоршаған ортадағы барлық жағдайды біз қабылдаймыз. Яғни бүгінгі сабақтамызда бұл бізде жаңа тарау, координация және реттелу, білесіздер, яғни көру мүшесінен біз бастап тұрмыз. Көздің құрылысы, яғни оның сезімтал жасушалары фоторецепторлар деп атаймыз. Ол заттардан шағылысқан жарықты қабылдайды. Қызметі бұның. Келесі, көздің құрамына қосымша бөліктер кіреді. Олар бізге қас, қабақ, кірпік, жас бездері, көз бұлшық еттері, көз немесе көз алмасы жатады. Екі рет қайталап кеттім, енді осы жерде айып етпеңіздер. Енді көз алмасына тоқталайық. Көз алмасы ол 3 қабықтан тұрады және оптикалық жүйеден тұрады. Тыңдап отырыңыздар, 3 қабық мына жерде тұр. Өздеріңіз суреттен қараңыздар. Қасаң қабық, нұрлы қабық және де ақ қабық. Оптика дегеніміз не? Ол жарықты өткізетін және оны фокустайтын мөлдір құрылымды айтады. Енді біз қабықтарға тоқталайық. Жаңа айтып кеткен 3 қабықтан тұрады дедім. Біріншісі сыртқы қабықты біз ақ қабық дейміз. Міне қараңыздар, суретте жоғары жақта тұр, көріп тұрсыздар, сыртында. Бұл ақ қабық тығыз дәнекер ұлпасынан түзілген, содан тұрады. Ол өз кезегінде 2 қабыққа бөлінеді. Ақ қабық және қасаң қабық. Көздің алдыңғы бөлігінде мөлдір қасаң қабық орналасқан. Қараңыздар, төменгі жақта тұр, байламдардың астында. Ол сағат бетіндегі шығыңқы мөлдір шыныға ұқсайды және қасаң қабық бір мезгілде жарықты өткізеді және көзді ұсақ бөлшектерден қорғайды. Қызметі қарап тұрсыздар. Қасаң қабық рецепторларына жанасқан кезде жас бөлу рефлексі іске асырылады. Ал ақ қабыққа көз алмасын қозғалтатын бұлшық еттер бекиді. Түгел жазып алыңыздар бірден. Екіншісі бұл тамырлы қабық, яғни ортаңғы екінші қабық. Суретін қараңыздар. Тамырлы қабықтың, ақ қабықтың қасында тұр, ортасына қарай орналасқан. Ол көзді қоректік заттармен және оттекпен қамтамасыз етеді. Міне қараңыздар, қызметі қандай. Ал нұрлы қабық пигменті көздің түсін анықтайды. Яғни біз адамдардың көзіміздің түсі әртүрлі, яғни нұрлы қабық. Біреуіміздікі қара, біреуіміздікі қоңыр, біреуіміздікі көк, біреуіміздікі жасыл деген сияқты. Нұрлы қабықтың орталығында қарашық болады.
нұрлы қабық қарашықтың мөлшерін реттейді. Сіздер білесіздер, жаңа қарашықтың қалыпты жағдайы мен ұлғаюы, яғни ол кішірейіп үлкейіп тұрады. Оны өздеріңіз 8 сынып оқығанда естеріңізде қалғанша кітапта суреттеп бардым, содан қарайсыздар. Ол үнемі өзгеріп тұрады. Келесі үшіншісі тор қабық. Қараймыз суретінде мына жерден. Ол жарыққа сезімтал көру рецепторлары таяқша мен құтыша орналасқан. Тор қабықта таяқша мен құтыша орналасқан. Қайталаймын. Бұл заттардан шағылысқан жарықтың сәулелері түскен кезде қозу пайда болатын жүйке талшықтары, яғни жүйке импульс болып табылады. Яғни жүйке импульсы түрінде бейне тор қабықта пайда болады. Торлы қабықшаның шет жағына орналасқан таяқшаларда родопсин пигменті ақ пен қара түсті ажыратады. Астын сызып қойыңыздар, родопсин пигмент дегенін. Яғни бізді ақ түс пен қара түсті ажыратуымыз осы родопсинге байланысты. Яғни ол торлы қабықшаның шет жағына қарай орналасқан. Сондықтан адам көбінесе ымыртта, ымырт дегеніміз кішкене кеш қарайған уақыт айтамыз, және таң сәріде біз жақсы көреміз. Яғни осыған байланысты болып келеді. Құтышалардың саны аз болады. Олар торлы қабықшаның ортасындағы орналасқан сары дақты түседі. Жаңа кітаптағы суреті бар, алдындағы слайдтан қараңыздар, суретін қоймадым бұл жерге. Сары дақта таяқшалар болмайды, оларда тек қана құтышалар болады. Онда йодопсин пигменті болады. Жаңа мен родопсин туралы айттым. Енді қараңыздар. Бұлар түрлі түсті ажыратады. Родопсин ақ пен қараны, ал йодопсин түрлі түстерді ажыратады. Саны көп құтышалар тек қана жарықты жақсы ғана қабылдайды. Торлы қабықшада көзді мимен байланыстыратын көру жүйкесі өтетін орын соқыр дақ орналасқан. Қасан қабық пен нұрлы қабықтың арасында дөңес кеңістік алдыңғы камера болады. Жаңағы суретте бар алдыңғы камераны қараңыздар. Ол соққы кезіндегі ішкі бөлшектерді сақтайды. Соққы деген түсінетін шығарсыздар, көзімізге бірдеңе киіп кеткен кездегі ішкі бөлшектерін қорғап тұрады. Бұл кеңістік сулы ылғалмен мөлдір сұйықтыққа толы болады. Алдыңғы камера жарық сәулелерін сындырмайды. Жарық қарашық арқылы өтіп көз бұршаққа түседі. Ал көз бұршақ екі жағы дөңес линза. Осы анықтаманы естеріңізге сақтап қалыңыздар, көп кездеседі. Ол жарық сәулелерін өткізіп қана қоймайды, оларды жинақтайды да аккомодацияны қамтамасыз етеді. Және қисықтығын өзгертіп, көз бұршақ әртүрлі қашықтықтағы орналасқан заттарды анық көруге мүмкіндік береді. Осы жерде мен сіздерге көрудің бұзылуы туралы айтайын. Бұл туралы енді аса көп ақпараттың қажеті жоқ деп ойлаймын. Тек қана анықтамаларды айта кетемін. Осы енді біз жаңа қабықтарды өткеттік қой, және оптикалық жүйеден тұрады деп басында айтып кеттік, көз бұршақтан кейінгі үшінші оптикалық жүйені біз шыны тәрізді дене деп атаймыз. Ол мөлдір және онда қан тамырлары болмайды, ол іркілдік зат. Құрылымы бойынша желеге, яғни коллоидқа ұқсайды бұлар. Ол күн сәулесін өзгертпестен тор қабыққа өткізеді. Оның басты қызметі көзді дөңгелек ету. Мына қараңыздар, қазір мен сіздерге қайталап айтам, соңында ОБД-да естетін сұрақтар ғой, сіздерге білесіздер, сол үшін айтып жүрмін. Көзді дөңгелек ету деген осы жерге мән беріңіздер. Қазір сұрақ көп кездеседі сіздерде ОБД-да осы бойынша. Және де осы көрудің бұзылуы бойынша бізде сығырлық деген және қырағылық деген екі анықтама бар. Осыны жауапкерлеріңіз жазып алыңыздар. Көбінесе жақыннан көретін көргіштікті біз сығырлық деп атаймыз. Ал кейбір адамдар алыстан көреді, оларды біз қырағылық деп атаймыз. Осы екі сұрақта сіздерде тестте жиі кездеседі. Және де одан басқа бізде екі ауру бар. Ол біреуі дальтонизм, екінші конъюнктивит. Сіздер білесіздер бұл ауруларды. Дальтонизм дегеніміз ол түсті ажырата алмайтын ауру. Көбінесе дальтонизммен ауыратын адамдар қызыл түс пен жасыл түсті ажырата алмайды. Кейде
басқа да түстердің реңдерін ажырата алмайтын жағдайлар да болады, көбінесе қызыл мен жасыл. Ал конъюнктивит дегеніміз ол көздің кең таралған жұқпалы ауруы, білетін шығарсыздар, иә. Жұқпалы ауру көбінесе ол қасан қабықтың жоғарғы қабатының бактериялық қабынуының салдарынан болады. Бұл қалай жұғады? Көбінесе шаң тозаңдардан, құмнан, қоқымның, көзге, тағы басқа заттардың түсу себептерінен жұғып жатады. Бұл екі сұрақты сіздерде жиі кездеседі. Енді неге келетін болсақ, көздің гигиенасына келейік. Енді айтпаса да білесіздер, мен сонда сіздерге айта кетейін. Яғни көздің көру қабілетін сақтау үшін көзді бөгде денелердің түсуінен, зақымдануынан қорғауымыз керек. Кітаппен көздің ара қашықтығы 30-35 сантиметр болу керек. Теледидарды көп көруге болмайды, 2,5-3 сағат қана көру керек. Оған дейінгі ара қашықтық, яғни сіз бен теледидардың арасы 3 метрден кем болмау керек. Жарық режимін реттеу керек. Жарық жарқыраған немесе керісінше көмескі болмау керек, яғни қатты жарық болмау керек, немесе қараңғы слабый светтер болады, жарықтар, ондай да болмау керек, яғни орташа қалыпта болу керек. Сіз сабақ оқыған кезде, оқу және жазу кезіндегі жарық сізге сол жақтан түсу қажет. Яғни осындай ережелерді білулеріңіз керек. Одан басқа А дәруменіне бай тағамдарды пайдалануыңыз керек. Темекі тарту, алкогольдік ішім, ол сіздердің ағзаларыңызға зиян болады. Жатып немесе көлікте отырып кітап оқуға болмайды, білесіздер. Ақыл ой еңбегі мен дене еңбегін кезектестіре шұғылданғандарыңыз жөн болады. Көзге түрлі қышқыл, сілт сияқты заттарды жолатпауымыз керек, сыртқы жағынан ішке қарай жуу керек. Көзді беті жуған кезде көзді таза әрі жұмсақ орамалмен сүртулеріңіз керек. Осындай ережелер бұл көру гигиенасын сақтау үшін. Енді балалар, сіздерге мен осы ұбт-да кездесетін сұрақтарды айта кеткім келеді. Көбінесе жаңа мен оларды мынау слайдтарда айттым, енді қайталап кетейін. Көбінесе сіздерге мынадай, көздің қосымша бөліктері, олар не деп аталады? Жаңа айттым, қабақ, кірпік дедім, солардың кез келген біреуі келеді мысалы. Одан басқа дальтонизм кезінде ажырата алмайтын түстер, мен айттым жаңа қызыл жасыл түстер. Көру рецепторы не деп аталады? Мысалы, құтыша деп жауап бересіздер. Торлы қабықшаның ортасында орналасқан рецептор, оның жауабы да құтыша. Яғни А дәруменіне ұқсас пигмент, родопсин. Құтыша рецепторларында болатын қандай пигмент? Ол йодопсин. Құрылымы бойынша жаңа коллоидқа ұқсайтын зат дедім, оптикалық жүйе, оның жауабы шыны тәрізді дене. Көздің түсін анықтайтын қабық, жаңа айттым, қара, көк, жасыл дедім, мысалы қоңыр, ол нұрлы қабық мысалы. Нұрлы қабықтың ортасында орналасқан көздің құрылымы не деп аталады? Қарашық. Көздің алдыңғы бөлігінде орналасқан қабық қандай қабық мысалы? Қасан қабық деген сияқты. Және де мысалы тағы да алыстан көргіш не деп аталады дедім, мысалы қырағылық, жақыннан көргіштік не деп аталады? Сығырлық деген сияқты тесттер сіздерде өте жиі кездеседі. Сондықтан осы берілген лекцияны дәптерлеріңізге жазып, керектеріңізге жаратыңыздар. Егер менің түсіндірген сабағым сіздерге ұнаса, комментарий жазып, өздеріңіздің ойларыңызды білдіре кетіңіздер. Енді келесі сабақта сіздерге мен есту мүшесі және оның гигиенасы, құлақтың құрылысы туралы түсіндіретін боламын. Каналымнан алыстамаңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.